Өзің кел деп жатсың, сен маған айтып жатсың ғой, арызын Арызда жазатын соң роудық емес мен қай жаққа келіп роудық ел. Мен айтып жатырмын, дежурный жүргенде арызын қабылдамаймын, сен осы жаққа келіп жаз сөйтіп бүйт деп жатсың. Арызын қабылдамасаң, арыз айт, арызын қабылдамаймын деп. Айт видеода арызын қабылдамаймын деп. Арызыңды роудық келіп жаз дедім. Иә. Енді не деп Солай жазу керек па? Арыз жүгіріп осы жаққа келіп жазу керек па сонда? Арызды? Міне. Арыз жазба деп айтып. ДВД бастығы қарабаңыз. Мынау арызын қабылдамаймын, осы жаққа келіп жаз дейді міне. Қарабаңыз. Бланк беріп тұрмыз. Иә, бланк бердім. Шақыр бастығын, құрамын шақыр. Мен мына үстінен арыз жазатын боламын қазір мен. Иә, осы үстінен арызды қабылдамай жатыр мынау. Қабылдамай жатыр? Иә. Сен айттың осы жерге арызын, мен саған вызов бердім, вызовқа неғып обслуживать етпейсіңдер? Жатыр дейтін, сіздің арызыңыз қайсы? Ау. Мен сізге бланк беріп тұрмын. Иә. Қайсы арызыңыз? Қайсы арыз? Мен сен үстіне жазайын деп тұрмын арызды. Сен өйткені сен айтып жатсың ғой, сен отделге келіп жаз деп жатыр. Мен 102-ге хабарласып тұрмын. 102-ге хабарласып тұрмын. Жаза беріңіз міне, пожалуйста. Бланк беріп тұрмын. Мен сізге не істеймін? Мен роводаға келіп жазуым керек па? Жоқ, роводаға келіп жазуым керек па арызды? Ровод сіздің қолыңызда бланк бар ма? Сіз мен роводаға келіп жазуым керек па арызды? Сондай тиесілі ма сондай? Мен 102-ге звондаған кезде сондай болу керек па? Айтшы. 102-ге звондағанда бұл жерде қылмыс болды ма? Біреу сізді ұрды ма? Ау. Біреу сізді ұрды ма? Сіз білесіз па мағынасын? Егер сізді ұрып жатса, сізге угрожание түсіп жатса, мен сізге наряд жіберемін. Сіз менен наряд сұраған жоқсыз, сіз айттыңыз маған ДПС жібер дедіңіз. Мен сізге ДПС жібердім. ДПС жіберген жоқпын. Сен не деп айттың? Видеода барлығы бар ғой, видеода барлығы бар. Ертең ДВД бастығы қарайды. Сен үстіне арыз жазамын мен. Сен өйткені сіздің құқығыңыз. Иә. Кімнің үстіне арыз? Иә. Конечно, жазам. Қазір барлығы жазам. Бүткіл видеоны көрсетемін мен сенің. Иә, білесің ба, баяғыда бір рет жезлді шығарып терезеден тоқтатқаныңды? Жезлді шығарып тоқтатқаныңды білесің ба? Жекеше машинамен? СБшниктің көзінше? Қазір видеоң бар ғой сен. Жала жаппаңыз. Жала жаппан емес, көрсетемін видеоны деймін. Көрсетеміз. Иә. Иә, білесің ғой машина не істеген. Қарабаңыз сотрудник мен. Осылай. Осындай. Міне басшы құрам аудио-видео таспа жүргізілуде. Сіз рұқсат қайта беріңіз. Есім Ерлан. Ерлан бола Аға, фамилиям Түсіпбеков. Менің есімім Байтарап Жарас. Осында бастықтың орынбасарымын. Кадр жөніндегі орынбасарымын. Фамилиям Байтарап, есімім Жарас. Жарас, аға. Жарас мырзам былай. Мен 102-ге хабарлассам, Аха. хабарласам, жібер. Иә, мен айтып жатырмын, осылай. Дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ дейді. Мен айтамын, мен ДПС-ін жіберемін қазір көптен. Мен ДПС-мен мен арыз жазам, анамнау десем, арыз осы жаққа келіп жаз. Осындай бола ма негізі? Мен айттым, роудға келіп жаз, міне өзі айтып тұр. Осы жерге келіп жазуым керек па? Каждый раз арызды соны жүгіріп жүргім керек осы жаққа. ДПС барғанша сіз кетіп қалғансыз сол жерде. Мен сіздің арызыңызды Бұл жерде адамдар бар. Ол жаққа келді ма? Қайқа? ДПС барғанша Ешкім келген жоқ. Қалай сіз сотрудник түсіріп тұрдыңыз? Сен айттың ғой, жоқ, сотрудник түсіріп тұрғанда ол участковый, дұрыс па сөз жұмыс істеп жатқан уголовный розыск. Иә. Алдын алу профилактика жұмыстар жүргізіп жатыр. Кәдімгі ОПМ жүріп жатыр. Соған сіз бардыңыз, видеоға түсірдіңіз. Өзі сотрудниктердің сен қаяқтан білдің? Мен бәрін білдім. Потому что сіз жүзегіден сөйтіп айтып отырдыңыз. Мен өйтіп айтқан жоқпын. Сотрудниктің дедіңіз. Бір жерінің столбы жанбай тұр дедіңіз. ДПС жібер дедіңіз. Мен сізге ДПС жібердім. Мен столбы жанбай тұр деген жоқпын. Мен саған хаттама толтырамын дедім. Хаттама толтыртамын дедім. Дұрыс қой енді. Мен саған арыз жазамын деп едім, сіз айттыңыз арыз осы жаққа келіп жазыңыз дедім. Мен сізге ешкім жібере алмаймын дедім ғой сен видеода сөйтіп еттің. Иә. Труп болады бұл жерде, сол жерге кетті. Міне. Бірақ адам, бірақ патруль ете ма не? Бірақ машина патруль ете ма не? Группа бірақ патруль. Ана екі патруль ана жақта ужин ішіп жатқаншы қазір. Мен түсіріп келдім. Ода мен шығарған жоқ. Бізде міне, ДВД бастығы қарамаңыз. Қазір мен түсіріп келе жатырмын. Екі, аға, басқашы. Басқа ДПС-тер тамақ ішіп жатыр дейсің ғой. Міне, қарабандар. Иә. Аға, мен қазір көресің видеода, сағаттың бәрі тұр ғой видеода көресің. Міне қарабаңыз. Міне осылай. Заңсыз жұмыс істейді, пожалуйста, арыз жазыңыз. Иә, жазам, үстіне жазам, саған жазам. Арыз жазамды қорқытып қойыңыз. Мен үшін қорқытып жатқан жоқпын, мен саған угрожать етіп жатқан жоқпын. Арыз жазам, айтамын, мен айтып жатырмын. Ешкім саған угрожать етіп жатқан жоқ. Заң жүзін жаза бер, жұмыс істей бер. Мен саған не дедім? Бір бәле deyіп жатырмын ба? Өзіміздің арамыздағы тема ғой. Реально маған келіп тұр да. Жүзегінің не қылған үшін. Потому что мен заң істейміз, заңды. Мен ДПС сұрады, мен ДПС жібердім. ДПС жіберген жоқсың. Мен сол жерге группа жібермеймін ғой. Потому что бұл кісіні тонап кеткен жоқ, ұрып атқан жоқ. ДПС сұрады, мен сен келе шақырамаймын дедім. Ал ДПС бармаса, мен кінәм емес қой. Бұл кісі сол жаққа жүгіріп келді ровода. Арасында 20 минут емес, 15 минут. Жүгіріп келді? Иә.
міне қазір көресің жүгіріп келді дейсің ғой ол жақта адам бар бәленбай адам арыз жазамын. мен сені қорқытып жатқан жоқпын арыз жазу деген қорқытқан емес қорқытқан деген не екенін білесің бе өзің қорқытқан деген не екенін мен саған угрожать ететін сөз айтқан жоқпын арыз жазамын деген кез келген адамға жазамын арыз мен құқығым арыз жазатын әне камера тұр қарап ал болды қойшы құрсын сенімен сөз таластырғым келмейді мен құрсын сөз таластырғым келмейді болды құрсын с тобой все ясно короче болды